Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен Қазақстанның киножұлдыздары туралы сөйлесетін боламыз. Шәкен Айманов, Қазақстанның белгілі актері әрі режиссері. 1917 жылы 15 ақпанда Баянауылда дүниеге келген. Асаналы Әшімов, қазақ киносының жұлдызы, актер, кинорежиссер, профессор. Асаналы Әшімов ойнаған рөлдердің халықтың мәңгі есінде. 1939 жылы 8 мамырда Жамбыл облысы Сарысу ауданының Байқадам ауылында дүниеге келген. Нұрмұқан Жантөрин, атақты актер, Қазақстанның халық артисі. 1928 жылы 22 сәуірде Жайық өзенінің жағасында дүниеге келген. Бикен Римова, бала кезінен театрды өте ұнатқан. Ол драмалық үйірмелерге қатысып, олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болған. Амина Омырзақова Шәкен Аймановтың Тақиялы періште фильмінің ең жылы жүректі ана рөлінде ойнаған. Театр және кино актрисасы Амина Омырзақова 1919 жылы 8 наурызда Семей облысы Шыңғыстау ауданында дүниеге келген. Балалар, қазақтың кино жұлдыздары туралы аз болса да сіздер де біліп алдыңыздар.